Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Ұстаздардың кәсіби мерекесі қарсаңында ұстаздың өнегелі жолы тақырыбы аясында сіздермен кішігірім сұхбат жасағымыз келіп отыр. Бірінші сұрақ, ұстаздық жолды таңдауда не себеп болды? Сәлеметсіздер ме? Барша ұстаздарды төл мерекемізбен құттықтаймын. Денсаулық, жұмыстарына табыс тілеймін. Енді ұстаздық жолға мен спортқа деген қызығушылығымның арқасында келдім деп есептеймін. Кішкентай кезімнен 4-ші сыныпта мені бапкерім дене тәрбиесі бәрінен сабақ берді сол кезде. Бейсенбаев Насымқали Айсағалиұлының тәрбиесін алып, соның арқасында деп есептеймін. Жолға келген. Келесі сұрақ, ең алғашқы сыныпқа кірген сәтіңіз есінде ме? Сол кездегі әсеріңізбен бөліссеңіз. Ең алғашқы. Иә, мұғалімдік деген әлемдегі дүние жүзіндегі ең бір мәртебелі мамандықтардың бірі ғой. Мектепте оқыған кезден бастап осы ұстаздарға қарап ой түзедік. Солар сияқты болғымыз келді, білімді болғымыз келді. Сондықтан да осы жолды таңдадық. Мен өзім осы Ақбатер ауылындағы мектепті оқыдым, сонда бітірдім. Одан жоғары оқу орнын бітіріп келгеннен кейін осы мектепке жұмысқа орналасып, осы мектепте әлі кезге дейін сол 30 жылдың үстінде жұмыс жасап келемін. Енді ең алғашқы ұстаз болғандағы сыныпқа кірген сәтім есімде жоқ бұлай. Бірақ дегенмен сабақ беруге келгесін, сол мамандықты таңдағасын, әрине жауапкершілік деген болады. Өзіме қандай міндет қойып тұрғанын сезіндім, білдім. Алдымда отырған оқушыларға білім беру, олардың тәртібіне, денсаулығына жауап беру екендігін түсіндім. Сондықтан да мұғалімдік деген бұл үлкен жауапкершілікті, үлкен талапты талап ететін мамандық екенін түсіндім сол кездің өзінде. Келесі сауал, сіздің ойыңызша қазіргі заман мұғалімінің басты құндылығы неде? Енді жаңа айтып кеттім ғой, ұстаз деген, мұғалім деген ол мәртебелі мамандық, ол айтуға ғана оңай. Ұстаз болу, мұғалім болу деген, бірақ қызығы мен қиындығы мол. Бұл мамандықты алу, оны мәртебелі алу жүру, ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін қасиет. Енді мұғалімге, жалпы ұстазға қай уақытта да, қай заманда да үлкен талап етіледі, жауапкершілік жүктеледі. Ата-ананың сенімі, жалпы қоғамның сенімі. Сондықтан да бұл мұғалім деген қазіргі заманның мұғаліміне жүктелер міндет өте зор. Өйткені қазіргі замандағы жалпы оқыту процесінің басты мақсаты заманауи, бәсекеге қабілетті, өзінің адамгершілігі жоғары, таңдауы жоғары, талғамы жоғары жас жеткіншекті тәрбиелеу. Сондықтан да ұстазға жүктелер міндет өте зор. Сондықтан да қазіргі кездегі заманның ұстазы, қазіргі кездің мұғалімі бұл бәсекеге қабілетті болу керек деп ойлаймын біріншіден. Өйткені қазіргі заман бұл ақпараттар заманы. Біздер сол ақпараттың бәрін меңгеруге тиістіміз. Өйткені мұғалім деген бұл ұлттық дәстүрді насихаттаушы, алға жетелеуші, дінімізді, ділімізді, тарихымызды алға барушы. Сондықтан да қазіргі ұстаздың бейнесі ол өте жоғары болу керек. Ол ізденімпаз мұғалім болу керек деп ойлаймын өзім. Ең бастысы еңбек жоғары қойылу керек. Яғни қай заманда болса да ұстазға қойылатын талап бір, ол жауапкершілік, жаңағы ізденімпаздық және бәсекеге қабілетті болу деген есептеймін. Келесі сауалымыз, ұстаздық жолда есте қалған ерекше бір оқиғаны айтып берсеңіз, қызықты оқиға болсын. Ұстаздық жол оңай жол емес.
мен сонымен қатар бапкерлік жолды да бірге жүргіздім. Енді қызығы мен шыжығы мол мамандық қой бұл. Сонымен бір жылдары бұрын Ресейге жарысқа көп шығатын едім. Бүкіл ресейлік турнирға баратын болдық. Турнирді 88 жылға оқушылардың арасында болды турнир. Содан төмен қойды. Сол жарысқа барардың алдында 89 жылға Мұханғалиев Роман деген оқушы травма болып қалды, жарақат алып қалды, білегін ауыртып алды, қатты қайырып қалған болатын. Сол оқушыға мен бармай-ақ қой дедім, бармай-ақ қой, қолым ауырып тырысып тұр. Сенің сармағыңда тағы бір бала бар, төлеген жігіт, Сыбай Сармек. Ол 88 жылғы одан бір жас үлкен. Соны Роман барып, арайын дейін болмағаны көріп қайтайыншы ағай дегесін. Жақсы дедім, барып көрерсің. Сонан бардық Саратовқа. Соны барғаннан кейін бәрі өлшеніп отырғанда Роман келіп тұр. Ағай, бір белдесу болса өткізіп көрейінші деп. Соны айттым, белдесуде қолымда ауырсынатын болсаң, сыймайды еді ғой. Жарыстан шығарып аламын дедім. Сонан екеуі екі подгруппадан күресіп бастады. Роман бірінші белдесуін жеңіл өтіп алды. Ол жұмсамайды. Бір қолмен күресіп жүр. Екіншінде ауырсынды. Сосын айтам, шығасың ба аласың, сен ағай күресейінші деді. Полуфиналға дейін жетті. Полуфиналда ан жақта бір Ресейдің баласы бар еді. Мықты бала, ұлттық кавказдық. Сол баламен жаңағы Сібасар күресіп жатыр. Екінші татамиде Роман күресіп жатыр. Мен құттықтап келіп Романды қуанып келіп финалға шықты ғой, құттықтайын деп жатсам, ағай тоқтаңызшы деді. Жакаров дейді олар. Сібасар. Жакаров қарсыласын дейді. Екеуі финалға шықты. Финалда Жакаров күреспей майыты берді. Күреспей қолын созып, қарсыласына. Белдесуін кімге Романға риза болдық бәріміз. Сол белдесуін күреспей берді. Ол жарыста екінің бірі алған жоқ. Орал облысынан көп палуандар барды. Көпшілігі жеңіп қалатын болған. Бұлар екеуі финалға шықты. Сонан Роман чемпион болды. Финалда күреспей. Есімде қалғаны қатты риза болдық. Бір қолмен күресіп шыққанын бағалап, күреспей қалғаны Сібасарды. Біздер дұрыс бағытта жұмыс жасап жатқанымызды жемісі болып, балалардың бір-бірін қолдаған, бірлігін көрсеткеніне риза болып қайттық. Есімде қалған сол. Бір қолмен дұрыс шыққанның өзінен басқа қарсыластары білмейтін шығар ол кезде. Бір қолмен дұрыс шыққан. Қолы баруын барады, бірақ ұстамайды да. Ол кезде мельница деген әдіс болатын. Ермен дейді ол. Ерменге бір қолмен кіреді де, екінші қолын ұстамайды. Иықтпен жасайды. Ол кезде дзюдода аяқпен ұстау болмайды. Сол бір қолмен отты сол үлкен жарысты. Өзінен бір жас үлкендерді арасында. Олай екінің бірі ұтап еді. Қазір ол жақсы тренер болды болғанда. Дзюдо күресіп. Сіздің шәкірттеріңізді білеміз, аядай ғана спорт залынан әлем чемпиондары, жаңағы елімізге, облысқа, ауданға танымал спортшылар шығып жатыр. Оны сіздің ұстаздық еңбек жолыңыздағы еңбектің нәтижесі деп білеміз. Келесі соңғы сауал, ортақ сауал болсын.
өңір шәкірттерге немесе жас мұғалімдерге айтар бір ғана өмірлік кеңесіңіз болса соны айтып қорытындыласақ. Енді мен 36-шы жыл ұстаздық жасап келемін. Менің түйгенім еңбектен өлім деп ойлаймын. Еңбек бәрін жеңбек деп айтады ғой. Бізде көп жылдар жаз 3 ай каникул дейді ғой, отпуск. 20 жылдың үстінде отпускысыз жұмыс жасаған болды. Сол еңбектер далаға кетпейді. Соның арқасында Аллаға шүкір қазір балалар шығып жатыр. Бізден кеткеннен кейін де нәтиже беріп жатыр. Яғни уақытпен санаспай жұмыс жасау керек дейсіз. Иә, еңбектену керек, тертеу керек те қайтып ақталады. Алла тағала көреді. Еңбек қайтады. Бақтияр, сіз қандай кеңес айтасыз? Енді жалпы сұхбатымызда жаңа ұстаздар туралы, мұғалімдер туралы айтып жатырмыз ғой. Белгілі өнертанушы Серке Қожамқұловтың мынадай сөзі бар екен. Ұстаз туралы сөз болғанда өзімді әлі күнге дейін шәкірт сезінемін деген. Сол айтқандай, ұстаздардың да ұстазы бар, дананың да ұстазы бар, ғалымның да ұстазы бар. Бүкіл адамзат сол ұстаздың алдынан өткен. Сол сияқты біздердің де ұстаздарымыз бар. Біздің мектепте оқып, қолымызға қалам ұстатқан, әріп танытқан, одан бергі уақытта біздің осы жолды таңдауымызға себепкер болған барлық ұстаздарымызға осы мереке қарсаңында үлкен алғыс айтамыз. Біздің осылай болып қалыптасуымызға сол адамдардың еңбегі, әсері. Біздер оқу бітіріп осы мектепке кіріскен кезде өз мектебіме келдім деп айттым ғой жаңа. Ағайынның да өзінің мектебі, менің де. Сонда бізге сабақ берген ұстаздар көпшілігі жұмыс жасап, олардың көпшілігі қазір жоқ, о дүние болып кетті. Бар ұстаздарымыз бар. Ол ұстаздарға осы мереке қарсаңында жаңа айтып кеттім, үлкен денсаулық тілеймін. Еліміздің амандығы, жұртымыздың тыныштығын тілеймін. Енді жас ұстаздарға және оқушыларымызға, жас ұрпағымызға келе жатқан ол жаңа ағайларыңыз айтып кеткен, бұл үлкен еңбекті талап етеді. Бұл мамандық еңбекті талап етеді, ізденуді талап етеді. Сондықтан осындай жаңа заманда ұстаздарымызға шығармашылық табыс тілейміз. Оқушылары, шәкірттері оларды қуанта берсін деген тілек айтамыз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Біздің тілегіміз сол. Рахмет көп. Ұстаздың өнегелі жолы аясында бүгін бізде қонақта болған мектебіміздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Станғазы Жеңіс Қанатұлы және тарих пәнінің мұғалімі Дүйсенғали Өгінөзі Бақтиярқызы болды. Сұхбатымыздың соңында тағы да бір мәрте мерекемен құттықтаймыз.